Сәлеметсіздер ма көрермендер, хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы қарапайым мұнайшы. Сондықтан да әңгіме өзегі қара алтын мен ақ жүрек төңірегінде өрбімекші. Бұл тақырыпты біз неге таңдап алдық? Қара алтын өздеріңізге белгілі, бұл ел экономикасының қуаты. Күнделікті жұмыстағы жер қойнауынан мұнайшылардың игеріп жатқан байлығы. Бірақ осы байлықтың артында құнды нәрсе бар, құндылық бар, ол адам. Қара алтын бұл кәсіптің символы, ал ақ жүрек кәсіп иесінің жан дүниесінің символы. Бүгінгі подкастта біз мұнайшының еңбектен тыс өмірін ашқымыз келді. Яғни еңбектен басқа мұнайшының отағасы, бала тәрбиесі, өмірдің ұстанымдары деген құндылығы бар. Осы құндылықты ашып, яғни мұнайшыны екінші қырын біз сіздерге жақынырақ таныстырсақ, подкасттың мақсатының орындалғаны. Сонымен бүгінгі хабарымыздың қонағы кім? Қарапайым мұнайшы. Қарапайым мұнайшы болса да иығына үлкен жауапкершілік артқан. Меценат. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың өсіп өнуіне, білім алуына үлкен жанашырлық танытып отыр. Осы үшін де алтын жүрек номинациясының иегері атанды. Елдегі көптеген қайырымдылық шаралардың бел ортасынан табылуына орай ел жанашыры медалінің иегері. Республика бойынша үздік әке номинациясына ие болған. Ең бастысы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесу бақытына ие болған. Біздің бүгінгі қонағымыз Жылой мұнайгаз басқармасына қарасты Қосшағыл мұнайгаз өндіру цехының бастығы Мақсот Адилов. Мақсот, бүгінгі хабарымызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Енді Мақсот, бәрімізде белгілі бір тәрбиенің жемісіміз. Адамның болашағы бұл балалық кездегі алған тәрбиесімен өлшенеді. Өзіңіз бүгінде мысалы өмірдің орта кезеңіне келдіңіз. Сіз үшін отбасылық құндылық деген не? Сіз өскен отбасындағы басты құндылықтар не болып саналды? Әңгімемізді осыдан бастайықшы. Біздің отбасымызда ең бірінші орынға алғанымыз әкеден, анадан көрген адалдық пен еңбекқорлықтан бастап, осы тәрбие алдық. Сол ата-анамыздан алған тәрбиемізді қазіргі таңда өзіміздің болашақ ұрпақтарымызға сол әкеден көрген тәрбиені көрсетіп келеміз. Ең бірінші айтатыным өзінің марқұм өзім әкемнің берген тәрбиесі, біреудің ала жібін аттама, адалдықпен өзінің еңбекқорлығымен еңбек етіп, солай бізге тәрбие бергенбіз. Сол тәрбиенің арқасында қазір осылай мен мұнайшы мамандық иегері болып, сол тәрбиенің арқасында өзімнің ұрпақтарым, балдарыма осылай тәрбие көрсетіп келе жатырмын. Иә, бүгінде сіз 5 баланың әкесісіз. 5 балаға болашағына мән беретін болсақ, алдағы уақытта бұл үлкен 5 шаңырақ деген сөз ғой. Сол 5 балаңызға ең бірінші қандай құндылықты бойына сіңіргіңіз келеді? Сіз бағалайтын 5 негізгі қасиетті атап өтіңізші. 5 қасиет: біреу адалдық, екіншісі еңбекқорлық, үшіншісі қамқоршылық. Енді қамқоршылық деп отқанымыз қайырымдылық пен қол ұшын беру. Одан кейін тәрбие, осы отбасына көңіл бөлу, осы 5 қағидам бар. Осы балдарға беріп отқан. Енді адалдық деп отқанымыз енді бірінші айтқаным, өзінің адал жолымен еңбек етіп, өз мақсаттарына жету. Еңбекқорлық деп мана айттым, енді өздерінің адал еңбегімен ешкімнің ала жібін аттамай, жұмыс жасап, өздерінің табысын тауып, еңбек ету. Енді отбасы деп отқанымыз, қай жерде де өз жұмысыңа адал еңбек еткенмен, өз отбасыңа қуанып бару, және мені өзімді әкесін күтіп отыратындай отбасыға баруды, сондай бір жақсы қағидам бар, отбасымен көңіл бөлу деген. Сон 5 қағидамды сол ұстансам, осы балдар менің сол ұстанған 5 қағидамды ұстаса, тәрбиелі болады деп ойлаймыз енді. Негізгі қағида бұл әке институт дамыту, баламен өз отбасымен көңіл бөлу керек. Қарапайым жұмыстан бөлек үйге келгенде балдармен бірге демалыс уақытымызды біз өткізіп алып отырық. Сондықтан уақыттың бәрін көбіне отбасыға арнау керек. Бірге пікір таласу керек, ақылдасу керек, бірге демалыс ұйымдастырып, солай баланы өзіне тартып, әкенің құндылығын көтеру керек деп ойлаймыз. Енді мен жаңа сізді таныстырған кезде жоғарыда Атырау облыстық әкелер кеңесінің мүшесі деп таныстырып өттім. Жалпы бұл кеңес не мақсатта құрылған?
бұл кеңестің бүгінде атқарып отырған жұмыстары қандай? Қандай бір жақсы жұмыстарды тілге тиек етер едіңіз? Айта кететін болсақ, негізгі Жылай ауданында білім беру басқармасының жанынан құралған жігер әкелер кеңесінің төрағасы қызметін атқардым. Ол үкімет емес ұйым. Ол айта кететін болсақ, көп жұмыстар атқарды. Соның ішінде мына пандемия кезінде біздер онлайн форматта қазіргі технологияның дамыған заманында біз байланыс арқылы осы әкелер, ата-аналар балаларымен үйде отырған мезгілде пандемия кезінде біз онлайн форматта біз әр мектептің әкелер кеңесін ұйымдастырып жинап, өзіміз сол спикер болып, бала тәрбиесімен жұмыстар атқардық. Ең ішінде маңызы сол 2 жыл пандемия кезінде әке мен баланың арасын біріктірдік біз сол пандемия кезінде. Сол бір жақсы бір жасалған жұмыстардың бір нәтижесі сол болды. Бос уақыттарын өткізбейік деп біз солай жасадық. Бүгінгі қоғамда отбасында әкенің рөлін көтеру өте өзекті тұр. Бұл енді әкелердің рөлі төмендеп кетті деген ойды ұқтырмаса керек. Дей тұрсақ та, әкенің бүгінгі баланың алдындағы беделін көтеру өте бір өзекті мәселе. Енді ер азаматтың беделі бұл әдемі келбеті, бұл абыройында. Ал абыройды ер азамат тек қана жұмыс басында жинамайды, ол өзінің отбасында жинайды. Яғни баласының алдындағы әкенің беделі. Осы әкенің беделі деген ұғымда ашығырақ көрсетіңізші бізге. Әке отбасының алдында, соның ішінде балаларының алдында беделін қалай жинайды, қандай қылықтарымен жинайды? Ол бедел дегеніміз жинау өте қиын. Беделді әр уақытта сөзіңнен қате кетсе, аяқ шалымнан қате кетсе, беделім түседі. Сондықтан сол бедел түспеу үшін аяқты басар кезде, ойланар кезде қадамды дұрыс басы керек деп ойлаймын. Бедел деп отқанымыз ер азаматтың өзінің маңдай терімен, еңбегімен жинаған беделі, ол кез келген уақытта ол беделін түсірмеу керек. Баланың арасында беделін түсірмеу керек. Әке беделі болатын болса, бала сол әкесіне қарап, өзінің әкесінің беделін көтеріп, ол да соған құптанып, ол да бала да беделін көтергісі келеді сол. Сондықтан беделді түсірмеуге өзіміздің аяқ шалымызды қарап отыру керек. Себебі бедел кез келген уақытта сөзден де, қарапайым сөзден де беделді түсіріп алуды мүмкінбіз. Бедел деген сөзі мен солай мағынада түсініп отырмын қазір отырған. Бедел дегенде мен қойып отырған себебім, бедел ол күнде нотация оқумен шектелмейді ғой. Бала үшін ата-ана айна. Біз қалай жаңа өзіңіз айтып отырсыз, аяқ алысынан байқалады деп. Әке шеше қалай жүрді, бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасады, бір-бірімен қалай әңгімелесті, бұның барлығы бала соның бәрін қайталайды. Бұл психологтардың кеңесі. Яғни бала әке шешеге қарап бой түзейді. Біз бала үшін айнамыз. Бірақ соңғы кездерде әкелердің баланың алдында беделінің бір кішкене нұқсан келіп жатқан сәттері бар сияқты. Қоғамдағы пікірлерге шолу жасайтын болсақ, біз сонда әкенің беделін көтеру үшін қандай шараларды қолға алуымыз керекпіз? Енді бала ата-ананың айнасы ғой. Біз 10 жерден балаға кітап оқы, болмаса өтірік айтпа деп айтқанмен, оны істі өзіміз жасамасақ, бала естіген емес, көрген жасайды. Балдар бізді тек мұнайшы жұмыскер ретінде көрмеу керек бізді. Бала өзінің әкенің өзінің қорғанышы, бағдаршамы, қамқоршы ретінде бізді әкені солай сезіну керек. Бала әкеден қорықпау керек. Бала әкеден жақсы жылулық тарту керек. Сондықтан ол бала жылулық тартқаннан кейін, бала өзінің қалыптасқан әкеден дарыған мінез құлқынан бастап, ол балада солай дарып жұмыс жасайды. Сондықтан қазіргі таңда ажырасудың көп мәселе туындайтын мезгілде әке қазір баламен көп жұмыс жасамайды. Кейбір жұмыста болған себебі үйде шаңырағын түтеп отқан бүкіл ауыртпалықтың жарына түседі, өзінің сүйікті жарына түседі. Бүкіл тәрбие беру балаға, бүкіл ауыртпалық жұмыстың бәрі өзінің үйде қалған жарына қалғаннан кейін, екі арада әке мен ананың арасындағы түсініспеушілік содан пайда болады. Сол ажырасудың бір себебі сол. Әке деген өзінің қуанышы, жұмысқа қуана күліп барып, үйге асығып қайту керек.
асығып қайтқанда үйде оларды күтіп отыратын отбасысы болса, екі арада семьяның арасында бұндай сөздер болмас еді, ажырасу болмас еді. Менің өзім ой мақсатым солай. Себебі біз қазір қоғамда неше түрлі көріп жатырмыз. Ажырасу қазіргі таңда біздерді тоқтату жағына жұмыс жасау керек деп ойлаймын қазіргі таңда. Себебі біздерде қоғамда көбейіп барадыр соңғы мезгілде. Балдардың қазір соңғы мезгілде жартылай жетім дейтіндер қазір көбейді. Әкесі тәрбие көріп келе жатыр балдар. Сондай балдар қоғамда елеусіз қалмасын деп, осы соңғы мезгілде қамқоршылықпен айналысып, осындай балдарды әкесінен тәрбие көріп жүрген балдардың арасына қосып, соларды алға қарай ұмтылдырып, жұмыс жасау мақсатында біздер қазір сол бір жұмыспен мен де сол қолға алып жұмыс жасап келе жатырмыз. Жаңа айтып өткен меценаттық дегенім осы ғой, соған келе жатырсыз ғой. А меценаттықты қашан бастадыңыз? Меценаттық дегенде осы қазіргі таңда мына әкелер кеңесінің төрағасы болып қызмет етіп, өзім үкімет емес ұйым ғой, мектеп жағынан, білім саласының жағынан ашылған. Соңғы мезгілде осы өзім айналамдағы достарымның, құрдастарымның, мына жұбайлардың өнерлік болып балдарын көріп, мен өзім іштей аяп сол балдарды. Сондай қазіргі таңда жартылай жетім, түгел жетім балдардан өзім қамқорлығыма алайын деп, Жылай ауданының нөмір 22 мектептің, бүкіл мектептің қамқоршылық кеңесінің төрағасы болып, өзім сол жерге сол ата-аналар қасымда бір 3-4 мүше қыздарым бар, өзіме көмектесіп жүрген. Сол мектепте өзі қолыма алдым біздер. Қандай жұмыстармен айналысасыз? Енді айналысқанда біздер енді мына жартылай жетім, түгел жетімдерге қол ұшымызды беріп, мына мектепке сол балдар түгел ата-анасы бар, әке-шешесі бар балдардан кем болмасын деп, басқа да киім-кешегі бар, мейрам күндері бар, басқа да лагері бар, басқасы бар. Біз сол білім саласының, мына білім басқаруымен, сол және мектептің ұжымдарының, әріптестерінің несімен бірігіп, сол балдарды біздер қазір қамқорлыққа алып көмектесіп отырмыз. Жалпы меценаттық бұл оңай шаруа емес. Мақсат, келісесіз ғой. Меценаттық іспен шұғылдану үшін үлкен бір қаражат керек. Сіздер қаражат қайдан алып отырсыздар? Енді қазіргі таңда енді біз ол қаражатты ауданда, осы кент, осы жеке кәсіпкерлердің көмегімен, одан бөлек өзіміздің компаниямыз МБ-Мұнайгаз, соның ішінде Жылоймұнайгаз мекемесінің өзім жұмыс жасайтын жерде біздер қазір осындай қайырымдылық шараларға көп қол ұшын беріп көмектесіп жатыр соңғы мезгілде. Одан да бөлек енді өзіміздің қаражатымыздан азымыз бір үлес қосамыз. Сондай бір мақсатпен сол қаражат солай келеді біздерде. Иә, мұнайшылардың арасында, соның ішінде емлік мұнайшылардың ортасында бір жақсы жолға қойылған дәстүрлі шара деуге болады. Қайырымдылық шараларын өткізіп отырамыз. Яғни өзіміздің жалақымыздың, бір күндік жалақымыздың есебінен осындай әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарды қамқорлыққа алғанбыз. Бұл енді мұнайшылардың үлкен еңбек екенін атап өткен жөн. Жақсы, сұрағымыздарға жалғастырақ. Жаңа отбасы деп, отбасы институтының жұмысын жандандыру керек деген тұрғыда әңгімеңізді бастап кеттіңіз. Жалпы біздің мұнайшылардың көпшілігі 14 күн ауысымдық әдіспен еңбек етеді. Осы 14 күн ауысымдық әдісте жұмыста жүрген кезде отбасымен байланысты қалай жақсы жолға қоясыздар? Ол да бір үлкен бір жауапкершілік қой. 14 күн жұмыста отбасымен байланысты үзіп алмайсыздар ма деген мақсатта қойылып отырған сауал. Вақтылық ауысыммен жұмыс жасаған болмаса, ұзақ сапарға кеткен мезгілде, қазір мына технологияның дамымаған заманда байланысқа, семьямызбен, отбасымызбен байланысқа шығып отырамыз. Одан да бөлек енді демалыс уақытына келгенде бүкіл жұмыстың бәрін қойып, бүкіл немінің бәрін, ойымның бәрін сол отбасыға арнаймын. Біз жан-жарымыз екеуміз демалысты алдын ала жоспарлап, балдармен бірге қыдыруды, бірге ас дайындауды, бірге табиғат серуендеуді балдармен бірге осы демалыс солай ұйымдастырамыз. Енді жұмыс деп мына айтылды ғой, енді жұмыс басы әке ретінде мен осы балдармен олай да көрінім келмейді. Сондықтан жұмыста жүргенде де біз қалай болғанда байланыс үзбеймін, отбасымен өзім байланысын үзбеймін. Жаңа айтып кеттіңіз, отбасымен бірге демалысты бірге жоспарлаймын деп. Қашан соңғы рет отбасыңызбен демалдыңыз? Отбасым осы соңғы еңбек демалысымды алып, осы маусым айында Шығыс Қазақстан, Қатонқарағай, Өскемен
Семей қалаларында, Баянауылдарда семьямды алып қыдырып келгенмін. Өте тамаша. Біздің Қазақстанның жері байтақ, кең, балдарым соны көрсін, табиғат көрсін деп осы қыдырысты бастап осы көрсетіп келдік. Балаларыңызға Қазақстанның ең әдемі жерлерін көрсетіп келген екенсіз. Жалғыз бұл жерде мен емес, бүкіл осы Жылойменегаздың цех басшылары бар, өзіміз ұйымдастырып солай семьямызды алып шықтық осы. Бұл сіздердің орталарыңызда бір дәстүрлі шара деуге болады ғой? Дәстүрлі шара ол осы. Өзімнің әріптестерім бар, Жылойменегаздың цех басшылары. Өте тамаша. Өзіміз отбасымызға арнайық деп, кезектемек демалысымызды. Отбасымыздан осы барып қыдырып келдім. Мақсат, мен жаңа сұрағымда 14 күн ауысымдық жұмыс барысында семьяларыңызбен қаншалықты байланыста деген сауалды әдейі қойып отырмын. Жайдан жай қойып отырған жоқпын. Өйткені ұл баласы бар үйде, қыз баласы бар үйде де бір бақылау деген болу керек балаға. Әрине балаға еркіндік беру де керек, белгілі бір деңгейде сенімділік артып. Бірақ қанша дегенмен еркіндік пен бақылаудың бір балансын ұстау керек. Сіздің отбасыңызда бұл баланс қалай ұсталады? Балаңызға қаншалықты бақылау жасайсыз? Мен жұмыста жүргенде де бақылау болады менде. Мана айттық, енді технология дамыған мезгілде телефон арқылы, бірақ мен балдарыма шектеу қоймаймын. Балдарымның жасаған жұмыстарына сенікі дұрыс емес деп айтпаймын. Олардың жасаған істеріне мен мана айттым, бағдаршам ретінде ақыл кеңесімді айтып отырам. Бірақ өздерінің кеткен, жіберген қателіктерін өз жауапкершіліктеріне алдып, осындай бір нұсқама оларға солай бердім. Бірақ көмектесетін мезгілде ол балдарыма көмектесіп, алға қарай оларды еңбекке деп баулап отырам оларды. Сол менде не болғанда балдармен, үйдегі отбасымен байланыс, бақылау менде жүріп жатады жұмыста жүргенде. Сіз әкесіз, сізге қарап 5 ұл өсіп келе жатыр. Ұлдарыңыздың сіздің қандай қасиетті, сіздің бойыңыздағы қай қасиетті алғанын қалайсыз? Мен енді өзім балдарым әкесінен жақсы бір енді мен бір мансап қуған, болмаса бір дәреже қуып жүрген мен ондай нем жоқ. Бірақ өзімнің әкемнен алған тәрбиені мен өз балдарыма көрсеткім келеді. Соның ішінде менің бір жақсы әке екен, өзінің ісіне, сөзіне сондай берік, өзінің жұмысына, әр ісіне шебер ретінде, жақсы әке ретінде көрінгім келеді балдарыма. Сөзіне адал, мана айттым. Енді шүкір, қазіргі балдарымның ер азамат болып жетіліп, өздерінің білімдерін алған, мамандық бойынша алған білімдерін өзің сол бойынша еңбек етіп, жұмыс жасап, өздерін табысып, алға еңбек еткендеріне мен қазір қуаныштымын. Өзім сондай балдарымның тәрбие алғаным, мен әкеден тәрбие алғаным, сондай әке ретінде мен солай көргім келеді солай. Мақсат, бүгінде сіз үлкен бір цехты басқарып отырсыз. Жұмыста да үлкен жауапкершілікті атқарып отырсыз. Жалпы жұмыстағы жауапкершілік пен отбасындағы жауапкершіліктің айырмашылығы бар ма? Жұмыстағы жауапкершілік ол нұсқама, техника қауіпсіздігі, әрі жоспар. Егер бұл жұмыстағы жауапкершіліктен қате кететін болсақ, ол өндіріске өте кедергі келтіреді. Ал отбасыда жауапкершілік құндырақ дегіңіз келіп отыр ма? Иә, отбасындағы жауапкершіліктің салмағы ауырлау. Себебі жұмыстағы енді орнымды басқадан басып алады. Ал отбасыда әкенің рөлін ешкім мені алмастыра алмайды. Сондықтан отбасыдағы жауапкершілік ол өте қиын, және ол кәдімгі жауапкершілікке өте мұқият қарайтын отбасыдағы. Яғни мен сіздің сөзіңізді былай түйіндер едім. Екі жауапкершілікті салмақтырақ, жұмыс басындағы да, отбасындағы да. Бірақ жұмыс басындағы жауапкершілікті түзетуге болады. Ал бала тәрбиесіндегі жауапкершілікті ойсыратып алсаңыз, ол өмірі түзелмейтіндей бір қатты бір қателікке апарады. Яғни отбасындағы жауапкершілік жұмыстағы жауапкершілікке қарағанда салмағы басымырақ. Десем, қателеспеймін ба? Келісесіз ба? Қателеспейсіз, сол мана айтып отқаным сол, енді отбасыдағы әкенің орнын ешкім баса алмайды, ата-ананың рөлінде. Дұрыс айтасыз. Жақсы, бұл адамға жалпы өзіне өзі баға беру қиын. Келісесіз ғой?
Басқа біреудің алдында өзіңіздің осал тұстарыңызды көрсетпеуге тырысасыз, мысалы кез келген адам. Басқа біреуге баға беруге шеберміз. Адам өзіне келгенде баға беруге кішкене кідіріп қалады, қиналыңқырап қалады. Себебі адам өзін алдай алмайды. Өзінің ішінен біліп тұрады қандай адам екен. Жалпы сіз өзіңізге қалай баға берер едіңіз? Ең қиын сұрақтың бірі деп есептеймін. Мысалы мен өзіме баға берерде қиналыңқырап қаламын. Сіз өзіңізге қалай баға бересіз? Енді қиындау сұрақ. Қандай адамсыз? Қиындау сұрақ енді, бірақ енді өзіме баға беріп көрмедім осы күнге дейін. Бірақ енді өзіме баға беріп тұрсам, өзім адамды ала алмаймын өзім. Өз ісіне шеберлігіме, өзімнің еңбекке деген шеберлігіме адал, өзіме баға сырттан көріп, сырттағы адам бермесе енді өзіміздің бағамызда. бірақ енді өзім енді мен бұл сұрақ қойғандағы себебім де сол. Адам өзіне баға бергенде қиналады. Бірақ өзінің осал тұсында жақсы біледі. Сондықтан қандай баға берер едіңіз дегенімде, сіз жақсы қасиетіңізге баға беретін шығар деген оймен қойдым. Сіздің басты жақсы қасиетіңіз, өзіңізге ұнайтын қасиетіңіз қандай? Өзім енді мана айттым енді, мен шындықты айтатын адаммын. Енді шындыққа тіке көзбен қарай аласыз. Ал осал тұсыңыз қандай? Осал тұсым енді кішкене осал тұсым жоқ деңізші. Осал жоқ. Табылмадым өзім. Ал ол да жақсы қасиет шығар. Адам өзінің осал тұсын білмей, тек қана жақсы тұсына басымырақ берген. Жақсы. Мақсат, жаңа сіз таныстырған кезде мен бір үлкен жетістігіңізге тоқталып кеттім. Қазақстан Республикасының президентімен кездестіңіз. Кез келген адамның басына бұйыра бермейтін бақыт. Қандай сезімде болдыңыз? Енді өмірімде алғашқы осы Астана қаласына бір жиынға барып, сол кезде Қасым-Жомарт Тоқаев-Кемелұлымен президентімізбен бір шара болып, сол кезде келіп, сол Астанада бір кездескенбіз президентпен. Сол кезде президентіміздің өзінің халыққа жақын екенін, өзінің ашық адам екенін, өзінің көзімен жетіп бір қуанышты болдық. Сол кезде бір жиынға қатысып, сонда бір жақсы бір не алып, нәтиже бір әсер алып келдім мен. Сол президентпен кездескенде. Үкімет емес үйім, сіздерге былай айтқанда қандай несі бар енді? Үкімет емес үйім. Сізге не береді деген мағынада ғой. Қандай пайдасы бар деген мағынада. Қандай пайдасы бар деген мағынамен келді. Бірақ біз түсіндіріп, мана бағдарламаның басында айтып келедік, сондай жұмыстармен жұмыс жасап жүргенде сол қуанды. Осындай азаматтарымыз әр облыста бір 10-10 жігіт болатын болса, біздің Қазақстанымыздың дамуына азымыз үлес қосады деген осындай үміттемін деп бір қуаныш бір несін айтты. Сол кезде бір жақсы болып қалдық, сол кезде кездескен. Бір азымыз уақыт кездесті бізбен сол. Сонда бір өмірімде сол бір президентпен кездескенім сол. Аз уақыт кездессеңіз де өміріңізге үлкен бір мотивация берген шара болды ғой. Мәнді кездесу болды ғой. Енді Мақсат, хабарымыздың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Мен қазір сізге бір сөзді айтамын. Сіз сол сөйлемді аяқтасаңыз. Жалпы нағыз бақыт деген осы сөзді аяқтаңызшы. Нағыз бақыт деген жұмысқа қуанып барып, жұмыстан үйге асық келу. Яғни өмірдегі ең бақытты адам таңертең ұйқыдан оянып, жұмысына көңілді барып, қуанып барып, 8 сағат жұмыстан кейін үйіне қуанып, асығып жету. Бұл нағыз бақытты адам. Бақыт деген сол деп ойлаймын. Яғни сіз бұл өмірдегі нағыз бақытты жанның бірісіз ғой. Құрметті көрермендер, осымен Қара алтын және Ақжүрек подкастының алғашқы шығарылымы өз мәресіне жетті. Біз бұл хабарымызда Қара алтын және Ақжүрек деген екі ұғымды барынша ашып көрсетуге тырыстық. Яғни мұнайшының күнделікті еңбегінен тыс басқа өмірін көрсеткіміз келді. Яғни ол қандай отбасы, бала тәрбиесіндегі әкелік рөлі қандай, өмірдегі қандай үлкен жұмыстардың бел ортасына табылып жүр деген сұрақтарға біз бүгінгі подкастымызда жауап іздеп көрдік. Егер де біз мұнайшының екінші қырын сіздерге жақынырақ таныстырсақ, онда подкастымыздың өз мақсатына жеткені. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.